толы күн. Аяулы ұстаздар сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырса, мектеп бітіруші түлектер балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. Самғатқан сан қыранды алтын ұя мектебімізді бітірген түлектеріміз биікке самғап, бүгінгі күнде түрлі салада қызмет атқарып жүр. Қымбатты түлектер, еліміздің болашағы сендерсіңдер. Сондықтан да жауапкершілікті терең сезініп, әрқашан сенім биігінен шыға білулеріне тілектеспін. Біріншіден, 3 тілді жетік меңгерген рухани бай азамат болыңдар. Мәпелеп өсірген ата-аналарыңның, білім нәрімен сусындатқан ұстаздардың еңбегін ақтап, сенімін арттырыңдар. Сендердің игі жетістіктерің әрқашанда мектеп мақтан етеді. Биылғы оқу жылында түлектеріміз түрлі деңгейде өткізілген аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға қатысып, жоғары нәтиже көрсете білді. Олар аудандық білім саласын көркейтуге өз үлестерін қосты. Қымбатты түлектер, алдағы уақытта тек жақсы жетістіктеріңмен, жоғары көрсеткіштеріңмен қуанта беріңдер. Алдарыңда үлкен сын ұлттық бірыңғай тестілеуді ойдағыдай тапсырып, жақсы нәтиже көрсетіп, өмірде өз орындарыңды табуға тілектеспін. Ұлы Абай айтқандай, сен де бір кірпішті неге кетігін тапта бар қалан дегендей, рухани бай азамат болып, елімізге лайықты болып, қырандай биікке самғандар. Үлкен өмір жолында басар қадамдарың сәтті болсын. Бәріңе ақ жол тілеймін. Жылдан жылға шәкірттеріміз, мектеп бітіруші түлектеріміз мектебіміздің мерейін көтере берсін. Құрметті түлектер және ұстаздар, бүгін біз үшін өте маңызды күн. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттап едік, ал бүгін мектеп бітіруші түлектеріміз. Ұзақ жылдар бойы бізге оқуға деген қызығушылықты оятып, баға жетпес тәжірибелерімен бөлісіп, тек ақпаратты ғана беріп қоймай, осы ақпаратты өз бетінше алуға үйреткен ұстаздарға шын жүректен ризашылығымды білдіргім келеді. Қымбатты, сүйікті ата-аналар, сіздер балаларыңызбен 11 жылдың қиын жолынан өттіңіздер. Біз барлық бақытты мектеп жылдарында сезінген жылулық, сүйіспеншілік, қолдауларыңыз үшін үлкен алғыс. Құрметті менің алтын сыныптастарым, алдымызда тұрған үлкен сынақтан сүрінбей өтулеріне тілектеспін. Және өмірде өз орындарыңды тауып, алдына қойған мақсаттарына жететіндеріне сенімдімін. Біздің өміріміз одан әрі жаңа ашулар мен жетістіктердің қуанышына толы болады деп сенемін. Өйткені қажымас еңбекпен ұштасқан талант кез келген шыңды бағындырады. Күні кеше мұның бәрі есімде, еркелей кеп туған жердің төсінде. Алғашқы рет аштым мектеп есігін, қазыналы мол білімнің бесігін. Оны ойласам кеуде жайлап кетеді өр, білім нұрға басқан қадам төтелеп. Отырғызды мынау сенің партан деп, алғашқы ұстаз өзі әкеліп жетелеп. Таптым бұл жерде мен жаңаша, ойың салдым үзілісте жараса. Еске түссе көңіл бір сәтті оқиды, бала кезгі өмір әркез тамаша. Күні кеше біз мектепті енді ғана аттаған бүлдіршіндер едік, ал бүгін 11 жылдың қалай зулап өткенін байқамайда қалыппыз. Құрметті ұстаздар, осы жылдар бойы бізге білім нәрін сусындатып қана қоймай, тәлім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға мың алғыс. Біздің қателіктерімізді кешіріп, ол мен солымызды айыруға көмек көрсеткендеріңізге алғысымыз шексіз. Сіздердің үміттеріңізді ақтаймыз деген ойдамын. Ал 11 жыл бойы оқыған сыныптастарым, сендерге ендігі өмірде тек қана сәттілік тілеймін. Өздерінің мақсаттарына жетіп, еліміздің көркеюіне үлес қосатын азаматтар мен азаматшалар болуларына тілектеспін. Ұстаздарымыздың жанарындағы қимас сезім мен мектебіміздің ақбаталы қариядай бейнесі бәріміздің жүрегімізде мәңгілік. Құрметті ұстаздар, оқушылар, мектеп бітіруші түлектер, қадірлі қонақтар, ата-аналар, бүгін ерекше күн. Себебі ашық аспан астында пендеріңіз сау, аман есен бір-бірлеріңізбен қауышып,
соңғы қоңырау мерекесінде тұрсыздар. Мен сіздерді осы қуанышты күнмен, соңғы қоңырау мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Ендігі сөзім мектеп түлектеріне арналады. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, бүгін сендердің ойларында бір жағынан біз мектеп бітірдік, орта білім куәлігін алдық деген қуанышты сезім болса, екінші жағынан 11 жыл бойы бір партада отырған достарыңмен өткізген қызықты күндеріңе, алтын ұяларыңа, сендердің қылықтарыңа көніп, ыстық суықтарыңа төзген ұстаздарыңа деген қимастық сезім бар. Ал енді сендердің осы 11 жыл бойы оқыған, білім алған, тәрбиеленген күндерің бүгін мінекей куәлік алуменен шектеліп отыр. Яғни бұл сендердің жетістіктерің. Ал енді осы жетістіктерге тек қана сендер емес, сендердің ұстаздарың және ата-аналарыңның үлесі зор. Неге бұлай деймін мен? Себебі 11 жыл бойы сендерді мектепке дайындап, тамақтарыңды тоқ, көліктеріңді көк қылып, бүкіл жағдайларыңды жасап отырған ата-аналарыңа және ой өрістеріңді кеңейтіп, сендердің белсенді болуларыңа, өздерінің позицияларының болуларына және кез келген жағдайда өздерің шешім қабылдай алатын жағдайға жеткізген ұстаздарыңа мен ризашылығымды білдіремін. Ал енді өздеріңе алдарында тұрған ұлттық бірыңғай тестіні ойдағыдай тапсырып, қалаған оқуларыңа түсулеріңе тілектеспін. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Еліміздің адал ұл қыздары болуларына шын жүрегімнен тілектеспін. Жолдарың жеңіл болсын. Білімнәрін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды бізден кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұямен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұямен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұямен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар
қоштасар сәттің алтын оямен байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оямен байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оямен байқамай қалдым келіп жеткенін.